Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 41-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды және комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Тақырып абай шығармалары ұрпаққа мәңгі мұра. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Біз бүгін мәтіннің негізгі тұсын белгілеп алуға, мәтіннің бірыңғай мүшелерді табуға жаттығамыз. Бірінші 40-шы тапсырма, 19-шы сөз. Абай атамыздың 19-шы сөзі. Мәтінді оқимыз. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не сылбырап, салғырттанып естсе, не есіткен жерде қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де шыға беріп қайта қалпына кетсе, есіп-есітпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы, деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Абай, мәтіннің негізгі тұсын белгілеп ал, сол бойынша мәтіннің мазмұнын айт. Бұл жерде бізге бір нәрсені үйренерде жай ғана естіп қалмай, ары қарай ізденуді айтады. Сонда ғана ол ақпарат біздің миымызда қалады. Ал бір есткен нәрсеміз ол ары қарай ұмытылып кетеді. Болмаса шала ақпарат болып қалыптасады. Мәтіннің мазмұнын топқа өзіміз талқылаймыз. Мәтіннен бірыңғай мүшелерді табамыз. Мәтіндегі бірыңғай мүшелер үтір арқылы көрсетіліп тұр. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, және де жаман дегеннен сақтанса, ескерсе, шайқақтап, шалықтанып, не салбырап деген сөздерде бірыңғай мүшелер. 41-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жазамыз. Тыныс белгісін қоямыз. Матай Мақан, Алтай Ақан, Жантай Жақан, Қаныш ағам бар. Қанша ағам бар? Енді санаймыз. Матай, Мақан, Алтай Ақан, Жантай Жақан және де Қанышты қосқанда 7 ағасы бар екен. Бұлардың барлығы кім деген сұраққа жауап беріп, бастауыш қызметіндегі бірыңғай мүшелердің қызметін атқарып тұр. Сондықтан бұл сөздердің есімдерінің араларына үтір қойылады. Өлеңдегі сұрақта жауабы 7 болады. Сендер де осындай мысал келтірсеңдер болады. 42-ші жаттығу. Бұл жерде сызба бойынша бірыңғай мүшелері бар сөйлем құрап жазамыз. Қарасаңдар, біріншісі және екінші сөйлемде сөздің бірыңғай мүшелері бастауыштан басталып баяндаушыға қатысты сөз болу керек. Ал үшінші сөйлемде баяндаушы қызметіндегі бірыңғай мүшелерді құрастырып жазамыз. Ал мысал келтіріп көрейік. Бірінші нұсқаға біз мынандай мысал келтіреміз. Алмат, Асқар, Айдын сабаққа келмеді. Кім келмеді? Алмат, Асқар, Айдын. Бұлар бастауыш қызметіндегі бірыңғай мүшелер. Салатқа қияр, қызанақ, пияз қосамыз. Не қосамыз? Қияр, қызанақ, пияз қосамыз. Апай бізге сабақты айтты, түсіндірді. Апай бізге сабақты не істеді? Айтты, түсіндірді. Яғни екі баяндауыштан тұратын бірыңғай мүшелер. Сендер де осыған ұқсас мысал келтірсеңдер болады. 43-ші жаттығу. Сөйлемдердің құрамындағы сөйлем мүшелеріне қарай сәйкестендір. Бүгін жаңбыр жауды, қорықпаймын енді мен аңызақ желден, бораннан, түні бойы аяз қақарына мінді. Енді жанындағы бірыңғай мүше ма, күрделі мүше ма, дара мүше ма, осыны біз анықтайтын боламыз. Бірінші, бүгін жаңбыр жауды деген сөз. Бұл жерде жаңбыр жауды, жаңбыр дараланып тұр. Сондықтан бұл дара мүше болады. Екінші, қорықпаймын енді мен аңызақ желден, бораннан. Неден? Желден, бораннан. Бұлар бірыңғай мүшелер және өзін үтір арқылы көрсетіп тұр. Үшінші, түні бойы аяз қақарына мінді. Бұл
күрделі мүше. Себебі түні бойы деген сөз екі сөзден құралып, бір ғана мағынаны, бір ғана мүшенің қызметін атқарып тұр. Есте сақтаймыз балалар. Келесі жаттығу 44. Төмендегі сұрақтарға жауап бер. Тапсырмаларды орында. Сөйлем мүшелері дегеніміз не? Тұрлаулы мүшелерді ата. Сөйлем мүшелерінің құрамына қарай бөлінетін түрлерін ата. Әрқайсысына мысал келтір. Бірыңғай мүше деп қандай мүшені айтады? Оның күрделі мүшеден өзгешілігі неде? Енді сөйлем мүшелері дегеніміз бір сұрақтарға жауап беріп, сөйлем ішінде белгілі бір қызмет атқаратын сөздер, яғни мағынасы бар сөздер. Олар бастауыш, баяндауыш, толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш болып келеді. Яғни тұрлаулы мүшелер және тұрлаусыз мүшелер де бекке бөлінеді. Тұрлаулы мүшелер бұл бастауыш пен баяндауыш. Бастауыш бізге сөйлемде іс-қимылдың кімнің істегенін анықтап берсе, баяндауыш сол іс-әрекетті істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап беру арқылы нақтылайды. Тұрлаусыз мүшелер, яғни бұлар сөйлем құрай алмайды. Толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш бұлар бірыңғай мүшелердің қызметінде жүре алады. Толықтауыш кімге, кімді, кімде деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Мысалы, ол кітап оқып отыр. Ол не оқып отыр? Кітап оқып отыр. Яғни ол кітап оқып отыр деп арқылы етістіктің заттық мағына жағынан толықтырып тұр. Ол не оқып отыр? Кітап оқып отыр. Анықтауыш, яғни бұл кімнің, ненің, қандай, қай, қайдағы, недегі, қайткен, қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысал келтіріп көрейік. Ол әдеби кітап оқып отыр. Ол қандай кітап оқып тұр? Жай ғана кітап емес, анықтап, ол әдеби деген сөзді қосып тұр, иә? Енді келесі пысықтауыш. Пысықтауыш бұл қайда, қашан, қалай, қайдан, не үшін, неге, неден, неше деген сұрақтарға жауап береді. Яғни бұл мезгілді, мақсат, себеп, сынын білдіреді. Ол бас алмастан бақта әдеби кітап оқып отыр. Ол бас алмастан бақта дейді. Яғни мақсатын, себебін айтып тұр. Келесі бізде күрделі мүшелер мен бірыңғай мүшелердің айырмашылығын анықтайтын боламыз. Яғни сөйлемнің бірыңғай мүшелері біз күнде сабақта өтіп жүргендей бір сұраққа жауап беріп, бір ғана қызмет атқарып, бір ғана мүшемен байланысатын екі немесе одан да көп мүшелер сөйлемнің бірыңғай мүшелері екенін білеміз. Бірыңғай мүшелер барлық сөз таптарынан жасалады және олардың арасына үтір қойылады. Үтір қойылмайтын жағдайда оларға мен, пен сияқты болмаса жалғаулар қойылады. Енді күрделі сөз, олар екі сөзден құралады, болмаса бір ғана сұраққа жауап беріп, бір ғана мүшенің қызметін атқарады. Бірақ екі сөз бір ғана мағына білдіреді, сондықтан олар күрделі мүше. Келесі тақырып бізде шығармашылық үзіліс. Ойлан тап. Бөлмеде бір топ бала отыр. Олар көрме ұйымдастырып сөз жарысын өткізді. Қазақтың ұлы жазушысы кім деп сұрады Еркінжан. Абай деп жауап қатты Әлихан. Дұрыс, бірақ Абай ұлы ақын ғой деп келіспеді Талғат. Олар ұзақ дауласты. Ақыры жауабын мына сурет арқылы шешті. Сөредегі кітаптарды ұлы жазушының тегі шығатындай етіп орналастыр. Абай атамыздың ақын екенін барлығымыз білеміз. Бірақ Абай атанында туралы да бізге ақпарат беріп жазған жазушы кісі бар. Ол кісі Мұхтар Әуезов. Мына сөредегі кітаптар оның тегін жазылып тұр. Яғни Әуезов сөзі шығады. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар. Келесі сабаққа дейін көріскенше лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.